Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, ана тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде жаңа бөлім буын және тасымал деп аталады. Бұл бөлімде біз буын мен тасымал түрлерін білетін боламыз. Сөзді буынға бөлуді, сөздегі буын санын анықтауды, сөздерді тасымалдап жазуды үйренеміз. 20-шы сабақ 31-ші бет 3.1 деген бетті ашамыз. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Еліміздің астанасы. Еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Қаланың ортасы мен Есіл өзені ағады. Қалада әсем ғимараттар көп. Онда бәйтерек, Хан Шатыр бар. Нұр-Сұлтан қаласы әдемі. Ол маған ұнайды. Балалар, мәтінде ғимарат деген сөз кездеседі. Ғимарат деген белгілі бір үлгімен салынған құрылыс нысаны. Мәтін не туралы, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Еліміздің астанасы туралы. Осыған дейін біз еліміздің рәміздерін өткенбіз, ту, елтаңба, әнұран туралы өткенбіз. Енді бас қаламыз Астана туралы өтіп жатырмыз. Балалар, еліміздің тарихында Астананың атауы бірнеше рет өзгеріске ұшыраған. Бастапқыда Ақмола деп аталған. Одан кейін Астана, Нұр-Сұлтан деп өзгертілді. 2022 жылдың 17 қыркүйегінен бастап Нұр-Сұлтан атауының орнына Астана атауы қайта қайтарылды. Қазіргі кезде еліміздің астанасы Астана қаласы. Екінші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді буынға бөл. Нұр-Сұлтан, Астана, қала сөздерін буынға бөліп көрейік. Қане. Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтан сөзінде 3 буын бар, Келесі сөз алақанымызбен шапалақтап отырып бөлеміз. Ас-та-на. Неше буын? Қала сөзін өзің бөліп көр. Есіңде сақта. Сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Ер, 1 буын, А-та, 2 буын. Жаңғақ, жұмысшы. Ережені есімізге сақтап, жаттап алайық. Келесі 3-ші жаттығу шығармашылық тапсырма, сан реті бойынша буындардан сөйлем құрап айтамыз. Әр сөздегі буын санын анықта. Дәптермен жұмыс дәптеріміздің 21-ші бетіндегі ың әрпін көркем етіп, жол сызықтарын сақтап жазамыз. Оқулығымыздағы 2-ші жаттығудағы берілген сөздерді осы дәптеріміздің 2-ші жаттығу деп тұрған жерге буынға бөліп жазамыз. Және астындағы бағанның сол жағында не жазылған? Оң жағында буындардан сөз құрап жаз деп тұрған 3-ші тапсырманы астыңғы сызыққа орындаймыз. Соңғы тапсырма 1, 2 буыннан тұратын сөздерді тап, суретін сал. 2 төртбұрыштың ішіне біреуіне 1 буыннан тұратын, екіншісіне 2 буыннан тұратын сөздің суретін саламыз. Осымен балалар, ана тілі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.